тыңдармандар, бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жаңа замандағы тарихи романдар. 21 ғасырдағы қазақ тарихи романы тәуелсіздік кезеңінде ұлттық тарихи сананың жаңғыруымен тікелей байланысты дамыған көркемдік құбылыс. Бұл кезеңдегі тарихи роман кеңестік идеология ықпалынан толық арылып, қазақ халқының өткенін жаңаша пайымдауға, тарихи ақтаңдақтарды көркемдік тұрғыда қайта зерделеуге бағытталды. 20 ғасырдағы классикалық тарихи роман дәстүрі сақталғанымен, 21 ғасырда жазылған шығармаларда тарихты баяндау тәсілі, кейіпкер жүйесі, авторлық көзқарас едәуір өзгеріске ұшырады. Қазіргі тарихи романдарда оқиғалар хронологиясын тізбектеуден гөрі тарихи тұлғаның ішкі әлемін, моральдық таңдауларын, рухани трагедиясын ашу басымдыққа ие болды. 21 ғасырдағы тарихи романдардың маңызды ерекшелігі мемлекеттілік, ұлт тағдыры, билік пен жауапкершілік мәселелерінің көркемдік тұрғыда тереңдетіле бейнеленуі. Бұл тұрғыда Мұхтар Мағауиннің Шыңғыс хан тарихи романдар циклын ерекше атап өтуге болады. Роман жазушының 21 ғасырдағы ең ірі тарихи еңбектерінің бірі саналады. Шығармада Шыңғыс хан тұлғасы бір жақты жаулаушы ретінде емес, тарихи дәуірдің күрделі өнімі, мемлекеттік ойлау жүйесі қалыптасқан ірі қайраткер ретінде бейнеленеді. Автор тарихи деректер мен көркем қиялды ұштастыра отырып, көшпелі өркениеттің дүние танымын, билік философиясын терең көрсетеді. Ілияс Есенберлин дәстүрін 21 ғасырда жалғастырған қаламгердің бірі Қабдеш Жұмаділов. Оның Дарабоз романының екінші кітабы 21 ғасырдың басында жарық көріп, қазақ жоңғар соғысы кезеңін, Қабанбай Батыр тұлғасын кең тарихи панорамада бейнелейді. Романда ел тағдыры, батырдың жеке болмысы, халықтың азаттық жолындағы күресі реалистік әрі эпикалық сипатта суреттеледі. Бұл шығарма тарихи романның классикалық үлгісін сақтай отырып, тәуелсіздік дәуіріндегі ұлттық сана тұрғысынан қайта пайымдалған туынды болып табылады. 21 ғасырда тарихи тақырыпты жаңаша көтерген қаламгердің қатарында Смағұл Елубайдың Ақ боз үй трилогиясын атауға болады. Бұл шығармада 20 ғасыр басындағы тарихи кезеңді қамтығанымен, тәуелсіздік дәуірінде жазылып, ұлттық тарихқа жаңа көзқарас әкелген роман ретінде бағаланады. Романда отаршылдық саясат, ашаршылық, халық трагедиясы, жеке адамдар тағдыры арқылы терең психологиялық әрі тарихи тұрғыда ашылады. Қазіргі қазақ тарихи романында биографиялық сипаттағы шығармалар да кең таралған. Тұрсын Жұртбайдың Бесігіңді түзе роман эссесінде алаш арыстарының тағдыры, ұлт зиялыларының тарихи миссиясы көркемдік және деректік тұрғыда тоғыса бейнеленеді. Мұнда дәстүрлі тарихи романнан гөрі деректі көркем баяндау тәсілі басым болғанымен, шығарма 21 ғасыр тарихи прозасының маңызды үлгілерінің бірі ретінде танылады. Ұларбек Дәлейұлының Жошы хан романы әуелгі бағытқа жақын, яғни автор тарихи оқиғаны баяндай отырып, ненің қалай болатынын, қай кейіпкер қандай әрекет жасайтынын тұспалдамайды, ашып айтады. Бұл мәнер көне қиссаларда сақталған. Солай бола тұра, автор көркем шығармаға қиялды кіріктірмей, шындықпен өргісі келеді. Тарихи деректер молынан қамтылып, ұшан теңіз қазына сыйлайды. Мәди Айымбетовтың Бопай ханым романы қазақ тарихи прозасындағы әйел тұлғасын жаңаша көркемдік деңгейде танытқан маңызды шығармалардың бірі. Роман Абылай хан дәуіріндегі күрделі тарихи кезеңді арқау ете отырып, сол заманның саяси, әлеуметтік, рухани болмысын Бопай ханымның тағдыры арқылы терең ашады. Автор тарихи тұлғаны тек хан ордасындағы екінші қатардағы кейіпкер ретінде емес, ел тағдырына тікелей ықпал еткен, парасат пен пайым иесі, саяси ойы қалыптасқан қайраткер бейнесінде сомдайды. Бұл тұрғыдан алғанда, шығарма қазақ әдебиетіндегі дәстүрлі тарихи роман үлгісін кеңейтіп, психологиялық, философиялық сипаттағы жаңа көркемдік арнаға
жол ашады. Жалпы алғанда 21 ғасырда жазылған қазақ тарихи романдары ұлттық тарихты қайта зерделеудің, тарихи жадты жаңғыртудың маңызды көркемдік алаңына айналды.